Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы музыкадағы құстар бейнесі. Шығарманы тыңдайық. Жаңа біз тыңдаған шығарма орыс композиторы Модест Петрович Мусорскийдің «Картинка с выставки» әйгілі сюитасындағы балет «Не вылупившихся птенцов» деп аталады. Яғни қазақ тіліне аударсам жұмыртқадан шықпаған балапандар балеті деп аталады. Сюита дегеніміз бірнеше қысқаша музыкалық шығармалардан тұратын аспаптық музыканың түрі. Көбінде би немесе ән сипатында болады. Сюитаның әр бөлімі белгілі бір оқиғаны суреттейтін музыкалық шығарма. Сүгір Әлиұлы атақты күйші композитор. Жастайынан күйші Сүгір атанған. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Қазақ халқында құстарға арналған күйлер өте көп. Сол күйлердің бірі Сүгірдің Аққу күйі.
Иә, балалар, бұл Сүгір Әлиұлының, қазақтың атақты күйшісі, композиторы Сүгір Әлиұлының Аққу күйі екен. Енді ән шырқайық. Қонып алып тауға, қарқылдайды қарға, қонып алып тауға, қарқылдайды қарға, қар, қар, қар. Өзінің атын төпеп, шақырады көке, өзінің атын төпеп, шақырады көке. Көкек, көкек, көкек. Отыр алмай тамшып, шиқылдайды шымшып. Отыр алмай тамшып, шиқылдайды шымшып. Шиқ-шиқ, шиқ-шиқ, шиқ-шиқ. Сәлеметсің. Сабақ аяқталды, балалар. Үйге тапсырма. Кім қалай шырқайды әнін өз беттеріңізше орындап, жаттап алыңыздар. Сау болыңыздар, балалар.